облыс қой деп, ең бірінші концертімізді Абай облысы Қытай мен Қазақстан шекарасында орналасқан Үржар деген елден бастадық. Үржар, қонақжайлығы халықтың өнерге деген құрметі бір ерекше екен, қатты ұнады. Бірінші концертіміз болғасын ба, Қайрат екеуміздің сол концерт жүрегімде қалып қойды мен. Или шоклы состояниеде болдым ба? Өйткені біз Қайрат екеуміз Алматыдан Үржарға самолетпен ұшып бардық. Енді сіздер самолет дегенде Флайарстан, Аэростан, Скат емес, газельмен ұшып бардық десе де болады. Жоқ, кішкентай самолет арты ашылады екен, бүйтіп ше, бүйтіп арты ашылады екен, адамдарға кіріңдер дейді. Адамдар ішіне кіріп, бір 20 адам ішіне обой жабыстырып тастаған бүйтіп, Үржардың адамдары да түсініп отыр өздері негізі. Ана самолет мен сіздерге айтайын, бір білмеймін неге екенін, андай бір қорқынышты енді. Бір арық, бір стюардесса жүреді ішінде, бойы ұзын, бір орыс тілі, я қазақ емес, бүйтіп жүреді ішінде. Ей бала, су бар ма десең, дейді, өзі шөлдеп өлейін деп жүр сол жүргенде. Қайта, былай жүреді. Ойлады, ремень тексеріп жүрген шығар, сөйтсек отыратын орын таппай жүр екен өзі. Мен Үржардың халқына риза болдым, ана самолетті кешелендіріп алған ғой халқы. Бір самолеттен кешіксең, бір 3 минут, 5 минут кешіксең айтады ғой, регистрация жабылып қалды деп, ойбай, 1 сағат 3 адамды күттік. Ермек, Серік, Райхан, әлі есімде үшеуінің аты. 1 сағаттан кейін келді, кешірім де сұраған жоқ қой бізден. Пробка ғой, не болдайсыңдар деп отырды. Мәссаған, ана самолет оталған кезде көрсін. Ай, мен Жигулидің моторын салған ау дедім. Біз ұша алмайды шығармыз дедім. Біз осы трассымен барамыз ау, Үржарға қазір. Көтерілді. Бір 5-6 адам бақтырды ау төбеге. Ал ұшты, опа деп. Анау, бізді жұбатып келатыр өзіміз. Анау тоқтап қалса, ең қауіпсіз самолет екен. Бүйтіп, қонады деп өзіміз жұбатып келатыр. Ана самолетке риза болып бүйтеді. Дәл самолеттер сияқты ағаларынан көрген істейді екен ол да. Бүйтіп, құрметті жолаушылар, ремендеріңізді ағытып, орындықтарыңызды ыңғайлетіп отырсаңыздар болады, біз өзімізге керекті биіктікке жетіп алдық дейді ғой. Ойбай, қаяққа жеттік, бүйтіп жерге қарап қалсам, жер ана жерде тұр ғой. Жердегі адам төбеге қараса, бетінде не бар екен көруге орнынан. Сенесіздер ма? Мен Құдайдан тек кешірім сұрадым. Я Алла, мен бүгін алмаш дедім. Көз алдымнан өткен өмірім өтті ғой бүйтіп. Дені дұрыс нәрсе өткен жоқ, бірақ бәрі бір бәлелер өтіп жатыр. Қисаң кетіп жатыр, тұрып келсе атау. Бейтіп кетеді. Сенесіздер ма? 1,5 сағаттың ішінде мен Фатиха сүресін, Ықылас сүресін, Кәусар сүресін оқыдым ғой, 1,5 сағат тоқтамай. Кәдімгі иманым күшейіп қалды. Мен айтамын да, Үржар мен Алматының ортасында 10 күн қатарынан тоқтамай ұшсам, осы сүрелерді оқып. Маған Үржарға имам болып баруға болады. Дайынмын. Не керек? Қондық. Қонды деген аты 10 метрден лақтырып жіберді ғой. Ойба, кәдімгі ана самолетте болса, деп қонақ. Аңқ етіп тастағанда өткен аптадағы манты шықты ғой, ойлашы. Мына манты бұяқтан шықпайды деді ғой, неғып жүр мынау. Новый годта жеген, 2024-тің жаңа жылында жеген сәбіз салат шыққан кезде, вот удар дедім ғой, удар. Ана, біз сияқты білмейтіндер отырады екен сөйтіп, ана манты, ана білетіндер постоянно ұшып жүргендер аузын жауып отырады екен. Енді ол самолетті, құрметті ағайын, сол ұшып жүрген самолетті Европа елдерінде ұшуға тыйым салынғанына бір 20-30 жыл болған екен. Біз сол самолетпен, новый самолет ұшып жүрген қазақ деген ұлтты батыр деп кәдімгі үш жерде айтуға болады.